Сәлем оқырмандар. Бүгін мен бөректің немесе орысша пирог деп атайды да, яғни біздің батыста бөрек дейді. Осы бөрек деген тағамның жасалуымен бүгін мен бөлісетін боламын. Бөрек дегеніміз кәдімгі қазақша еттен, көкөністерден жасалған тағамның бір түрі. Бұрын анам соғымның сүрленген майлы етті жерлерін алып, арасына көкөністерден салып, көбіне осындай қыс мезгілдерінде тойымды тағам ретінде пісіріп беретін. Сол кішкентай кезімде үнемі анамның жасап жүргенін көріп, бүгінгі күні де мен де жасап жүрмін. Енді сол бөректің жасалу жолына кірісейік. Ең алдымен қамырымызды ашытуға қоямыз. Кәдімгі бауырсақтың, нанның қамыры сияқты жылы суға тұз, қант, дрож, сұйық май, ұн салып барлығын араластырып ашытуға жылы жерге қойып қоямыз. Соңында нанды илеп болғаннан кейін қамырымыз, яғни пісіп шыққаннан кейін нан жұмсақ болып шығу үшін азғана маймен бетін жауып қоямыз. Енді қамыр көтерілгенше ішіне салатын көкөністер мен еттерімізді турап дайындап қоямыз. Картопты осылай көбіктеп, кішкентайлап, шағындап тураймыз. Оған қоса сәбіз, пияз және капустаның бір кішкене ғана бөлігі жарайды. Мен етті алдын ала турап қойғанмын. Енді осыған тұз, бұрыш салып, барлығын жақсылап араластырып қоямыз. Қамырдың ішіне салатын салмамыз дайын болды. Енді қамыр көтерілген бойда оны екі бөлікке бөліп, үлкендеу және кіші бөлікке бөліп аламыз. Табамызды кішкене маймен майлап аламыз да, қамырымызды осылай қолмен жайлап жайып шығамыз. Және де көкөністердің барлығын ішіне салып, ішін толтырамыз. Қамырымыздың екінші бөлігін осылай оқтаумен жайып аламыз, жұқалап.
Одан кейін бөріктің бетін жауып, айналасын өріп шығамыз. Одан соң духовкаға пісіріп аламыз. Менде сол 1,5 сағатта пісіп шықты, но ол әркімнің өзінің пешіне байланысты. Бұл менде бөректің дайын болған түрі. Өздеріңіз көріп тұрғандай наны жұмсақ болып шыққан. Негізі бөректі духовкадан алғаннан кейін бетін орамалмен жауып 10-15 минут ұстасаңыз өте жақсы жұмсақ болып тұрады. Әрине тек көп суытпай, ұзамай ысылай күйінде жесеңіздер өте керемет тағам.